Қазақ халқы төрт түлік малды ерекше қастерлеген. Өйткені мал қазақ үшін мінер көлік қана емес, шерасқа да жарамды болған. Бірақ қазақ халқының ас мәзірінің дәстүрлі асханасының өзіне ғана тән ерекше тұстары да бар. Соның бірі мал мүшелерінің асқа қолданылуына байланысты. Видеоны соңына дейін қараңыздар, тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ішек қарын еттен кем емес. Халқымыз малдың таза етінен бөлек ішек қарны, бауыры, бүйрегі, жүрегі, құйымшағы, өкпесі, құлағы, сирағынан ас дайындаған. Бұл бөліктер бір қарағанда әлем халықтары үшін адам шошырлық көрінуі мүмкін. Алайда бұл қатардағы тағамдардың адам денсаулығына пайдасы орасан зор екені талай мәрте айтылған. Соның ішінде ішек қарынның пайдасы құрамындағы дәрумендер жағынан еттен еш кем емес. Тіпті ішек қарыннан түрлі тағам жасалған, уырдаққа қосып та қуырылған. Осындай тағамның бірі жөргем. Жөргем малдың аш ішегі мен тоқ ішегінен өріліп жасалатын, қуырып немесе асып дайындалатын тағам түрі. Бұған атамына қарай бұрыш, тұз, жуа қосқан. Қазақ тарихына көз салсақ, халқымыз көшпелі болғаны белгілі. Сондықтан көш кезінде ошақ басынан нан көміп кететін болған. Мұның астарында өздерінен кейінгі көшке деген қамқорлық жатыр. Өйткені кейінгі көш сол нанды жеп талғажау еткен. Наннан бөлек малдың ішегін кептіріп іліп кететін болған. Мұны да жеп қиын шақтан аман қалған. Осыған орай тілде жүргенге жөргем ілінеді деген даналық сөз қалыптасқан. Қазақ қары жілікті қызға бермеген. Қазақ мал мүшелерінің әрқайсысына зор мән берген. Соның ішінде кәрі жілікті қыз балаға бермеген. Өйткені дәстүрлі дүние таным бойынша қызға кәрі жілік берсе отырып қалады деген түсінік бар. Керісінше халқымызда қызға сыбаған деп құйымшақ берілген. Кәрі жілік малда екі-екіден болады. Бұл әделі жілік деп те аталған. Айыппұл да төлеген. Асату дәстүрінің қандай ерекшеліктері бар? Қазақ халқының ас әдебінің тағы бір ерекшелігі асату дәстүрі. Жолы үлкен адам жасы кішіге табақта тұрған еттің бөлігінен дәм татырған. Бұл асату деген аталған. Бұл осы арқылы өзінің ілтипатын, көңілін білдірген. Бұл дәстүр бойынша жасы кіші ұсынылған астан бас тартпаған. Оның жергілікті жерге байланысты өзіндік ерекшелігі де болған. Мысалы, 19 ғасырдың соңында қыста келген қонақ етті 3 түйірден қатарласа асатқан. Қазақтың этнографиялық, категориялық ұғымдар мен атауларының дәстүрлері жүйесі еңбегінде адам 3 түйір етті бірден асай алмаса, қонақ ренжіп қалуы мүмкін екенін келтірілген. Сонымен қатар асатуға берген ет 3 түйірден көп болып кетсе, немесе одан оған қалып қалса, айыппұл төлеген екен. Тіпті айыппұл құны 100 жылғыға жеткен. Ал 3 түйір етке ғана қалса, айыппұл төленбеген. Қазақ не жемеген? Қазақ халқының мал сою реті шариғат шеңберінде болған. Соған сай мал қанын, бездерін жеуге тыйым салынған. Оның үстіне бауыздалған малдың қаны толық сарқылғанша әрі қарай пышақ тигізбеген. Өйткені малдың жаны тез шығып, ерте қан толық кетпей қалатын болған. Ал малдың терісі түгелдей сыпырылып тасталған соң, жыныс мүшелерін, бездерін жеуге жарамды етке жақындатпай алып тастаған. Соның ішінде бауырдағы өт, май бездері, жұтқыншақ безі, мойын безі, тақыршап безі, асықты жілік безі, жамбастық қанжыға бездері алып тасталған. Басты әкесі тірі адам ұстамаған. Халықтың табақ тарту рәсімінде орындалатын дәстүрінің бірі бас тарту. Бұл кездегі жиында қандай да бір бас қосуда қадірлі адам арнап малдың сыбағалы мүшесін берілген. Соның ішінде бәрінің бастауы деген сеніммен бас тарту дәстүрі орындалған. Бірақ бұл дәстүр әр өңірде түрліше орындалған. Ашық дереккөз мәліметтерінде Қазалы Арал қазақтары
бас ұсынғанда оң жақ құлағын кесіп, кішкентай балаға беріп, оң құлақсыз ұсынғаны айтылады. Оның астарында ырысым өз босағамда қалсын деген сенім болған. Балаға мал мүшесінен не берілген? Қазақ кішкентай балаға құлақ, көз, тіл берген. Оның әрқайсының түпкі мәні бар. Соның ішінде қариялар құлақты әдейілеп берген. Оның түпкі мағынасында құйма құлақ бол, айтқан тілді ал, үлкен азамат бол деген ізгі ниет жатыр. Ал көз бергенде айналасына әділ бол, көреген болсын деген сеніммен берген. Алайда малдың екі көзін бір ғана адамға берген. Екі адамға берсе, ала көз болады, немесе дауласады, әділдіктен кетеді деп ойлаған. Қазақ балаға тіл бергенде дұшпаныңның тілі кесілсін деп сенген. Ал балаға ұсынарда қара қылдық қақ жарған, айта жағы ішінде кетпейтін шешен бол деген тілекпен берген. Халықтың таңдай беру дәстүрі осыны мағынаға сай келеді. Таңдай беру арқылы баласының ақын, шешен, әнші болуын тілеген. Осылайша қазақ халқының дәстүрі асханасының ас әдебінің мал мүшелеріне қатысты тыным түсінігінің тәрбиелік мәні зор екенін де байқауға болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын.